Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз 7-ші сынып 90 бойынша жиынтық бағалауды қарастыратын боламыз, яғни алгебра бірінші нұсқа. Номер бірінші тапсырма бізде тиімді тәсілмен есепте дейді. Бізде не тұр? Кубтардың қосындысы тұр, яғни осы формуланы бізге пайдалану керек. Жазып алайық. А-ның кубы қосылған Б-ның кубы. Бізде формула қалай ашылатын еді? Ол бізде екі жақшаға жіктеледі. Бірінші кішкентай жақша, екінші үлкендеу жақша. Яғни бірінші А-ға Б-ны қосып аламыз. Ортада қосып болса, келесі жақша бізде А квадрат, азайтылған АБ қосылған Б квадрат еді. Енді тура осы бойынша мынаны біз ашып алайық. Яғни А-ның орнында бізде 71 тұр, Б-ның орнында бізде 49 тұр. Тең болады. Жалғастырамыз. Бөлшек сызығын сызып алайын. Так, екі жақша жазып сызық қояйын мына жерге. Так, үлкендеу жақша керек. 71 қосылған 49 көбейтілген 71-дің квадраты азайтылған 71 көбейтілген 49 азайту қосылған 49-дің квадраты. Жайып мына жерден шашаны жөндеп жаба салайын. Бөлшек сызығын сызамын. Бөлінген 120 қосылған 71 көбейтілген 49. Мынаның өзін жазып қойдым. Тең болады. Ары қарай жалғастырамыз. 71-ге 49-ды қоссам қанша? 120 болады. Бөлшектің бөлімінде 120 бар. Так, ары қарай өзін жазып қояйын. Болады. Мына жерде не істейді бізде? 120 мен 120 қысқарып кетеді. Ары қарай не қалды бізде? Бөлшектің бөлімінде 1 қалды. Ендеше бізде санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Бөлшектің алымы өзі қалады деген сөз. Яғни 71-дің квадраты азайтылған 71 көбейтілген 49 қосылған 49-дың квадраты қосылған 71 көбейтілген 49. Енді мұқият қараймыз. Немен нені қысқартуға болады бізде? 71 көбейтілген 49 минус таңбасымен тұр, және 71 көбейтілген 49 плюс таңбасымен. Екеуін біз қысқарта аламыз. Сонымен тең болады. Бізде не қалды? 71-дің квадраты және қосылған 49-дың квадраты. 71-дің квадраты қосылған 49-дың квадраты тең болады. Енді біз квадраттарын кәне табамыз. 71-дің квадраты бізде қанша шығады? 5041 шығады екен. Қосылған 49-дың квадраты 2401 шығады екен. Тең болады. Екеуін бір-біріне қосқан кезде бізде 7442 деген сан шығады екен. Так, келесі бізде екінші тапсырма көп мүшені көбейткішке жіктеңдер дейді. Оның бізде асын орындап алайық бірінші. 2АХ-тің 3 дәрежесі азайтылған 16АY-тің 3 дәрежесі дейді. Енді қарайық. Екеуіне де ортақ бізде қандай сан және әріп деп айтайын. Қандай сан мен әріп ортақ болып тұр. Соны біз жақшаның сыртына шығарамыз. Так, жақшаны ашып қояйын. Жақшаның сыртына нешені шығарам? 16 бөлінеді ме? 2-ге бөлінеді. Ендеше 2-ні шығаруыма болады екен. Екеуіне де ортақ. Одан кейін ортақ А бар бізде. Енді не қалды бізде? Мына жерде 2А-ны біз жақшаның сыртына шығарып жібердік. Х-тің 3 дәрежесі қалды. Азайтылған 16-ның 2-сін жақшаның сыртына шығарып жібердім. 16-ны 2-ге бөлемін. Сонда бізде неше қалды? 8. А-ны мен жақшаның сыртына шығарып жібердім. Сонда Y-тің 3 дәрежесі қалады екен. Тең болады. Ары қарай 2А тиіспемен өзін қалдырамын. Х-тің 3 дәрежесі азайтылған. Енді қарайық. 8 қай санның 3 дәрежесі? Ол бізде 2 санның 3 дәрежесі бізде 8 болады. Y-тің 3 дәрежесі. Енді біз мына 3 дәрежені бір-ақ рет жазуымызға болады ғой. Тең болады 2А жақшаның ішінде Х-тің 3 дәрежесі азайтылған 2Y-тің 3 дәрежесі деп жақшаның сыртына жазуымызға болады. Тең болады. Енді қарайық. Х-тің 3 дәрежесі азайтылған Y-тің 3 дәрежесі. Жаңағы біз бірінші тапсырмада қолдандық қой мына жерде. Қосумен. Енді біз азайту таңбасын бойынша азайту болып тұр. Ендеше азайту таңбасы бойынша ашады екенбіз. Ол бізде тең болады. Формуланы білесіздер. 2А жақшаны ашып қоямын. X азайтылған 2Y, келесі жақша X квадрат азайтылған 2XY қосылған 4Y квадрат деп сразу жазайын. 4Y квадрат. Мінекей. А тапсырмасын осылай ашады екенбіз. Келесі А тапсырмасын қарастырайық. Болса бізде Y квадрат азайтылған 10Y қосылған 25 азайтылған 3XY қосылған 15X дейді. Так, енді бұл жерде біз қандай формулаға салуымызға болады? Сәл дұрыстап қарасақ, балалар қарайық. Мына жерде Y квадрат азайтылған 10Y қосылған 25 бізде қай формулаға жатады? А минус Б-ның жақшаның сыртында квадраты формуласына жатады. Неге? Тең болады А квадрат минус 2 еселенген АБ қосылған Б квадрат. Б бізде 25 қай санның квадраты? 5 деген санның квадраты, ендеше келіп тұр деген сөз. Яғни бұл бізде қалай болады? Y минус 5-тің жақшаның сыртында квадраты болады екен. Азайтылған. Енді мына жерге қарайық. Минус. Екеуіне де ортақ не бар? X бар және 15 3-ке бөлінеді ме? Бөлінеді. Ендеше 3X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Жақшаның ішінде қалды. 3X жақшаның сыртына шығардым. Y. Так, мына жерде бізде минусты сразу шығарып тұрмыз. Ендеше жақшаның ішінде минус қалады. 15-ті бөлемін 3-ке.
неше қалады бізде? 15 3-ке бөлсек 5 қалады. X жақшаның сыртына шығарып жібердім. Енді қараймыз балалар. Бізде y минус 5, y минус 5 неше қайталанып екеуіне де ортақ болып тұр. Ендеше не істейміз? Жақшаның сыртына шығарамын деген сөз. Y минус 5 жақшаның сыртына шықты. Келесі жақшамызда мынау енді квадрат болғандықтан біреуі қалады деген сөз. Y минус 5-тің біреуі қалды. Сосын кейін не қалды бізде? Минус 3x қалады екен. X квадрат қосылған 2xy қосылған y квадрат қосылған 2x қосылған 2y қосылған 1 дейді. Бізде барлығы қосу екен. Енді бұл жерде біз қай жерге қараймыз? Тағы да тура сол сияқты x квадрат қосылған 2x. Мына жерден жақшаны алып алайық. Енді қараймыз. Бұл жерде бұл қай формула бойынша? Тағы да тура мына формуламыз бойынша тек ортада екеуге қосу болып тұрса, ендеше не болады? А қосылған b жақшаның сыртында квадраты болады. Квадрат болады. Яғни ашып жіберейік, сонда не болады? X қосылған y-тің жақшаның сыртында квадраты болады. Енді мына жерде де бөліп қарастырайықшы. Екеуінде де ортақ не бар бізде? 2 бар. Ендеше 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберемін деген сөз. X қосылған y болады. Қосылған 1. Енді балалар мұқият қарайық мына жерге. Мына жерде бізде x қосылған y бізде а-ның орнында тұр дейік. Мынау толығымен а деп алайық. Одан кейін мына жерде екі еселенген, мына жерге қарап алайық, иә. Мынау бізде b-ның орнында дейік. b ретінде жазамын. А бізде x қосылған 1, x қосылған y қосылған b. b бізде нешеге тең? 1-ге тең. Қосылған квадрат болады. Міне осылай тапсырманы орындаймыз. Номер 3-ші тапсырма өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бізде мынандай өрнек берілген екен. Енді бұны біз қай формулаға саламыз? Кубтарының қосындысы деген формуланы жаңа ғана қарастырғанбыз. Енді тура осы формулаға ашылып тұр ғой, иә. А қосылған b, x қосылған 2. Яғни x куб қосылған 2 куб болады, иә. Тең болады, жазайық. X куб қосылған 2-нің кубы. Мынаны ашып алдық. Енді мына жаққа қарайық. X қосылған 2, x азайтылған 2. Қай формула еді? А қосылған b, а азайтылған b. Қалай еді бізде? А квадрат минус b квадрат. Яғни қалай ашамыз? Минус x те қояйық жақшаның ішінде. А-ның орнында не тұр бізде? X тұр. X квадрат. Бұның орнында 2 тұр. Ортада қандай таңбай? Минус 2-нің квадраты болады. Тең болады. Мына жаққа теспейміз. Өзін қалдырып қояйық әзірге. 2-нің 3 дәрежесі қанша? 8. Енді мына минус x жақшаның ішіне көбейтеміз. Минус x-ті x квадратқа көбейтсек, минус x-тің 3 дәрежесі. Минус x-ті минус 2-нің 2 дәрежесі бізде 4. 4-ке көбейтеміз, сонда бізде 2 минус плюс болады, плюс 4 болады. Тең болады. Мына мен x плюс x куб пен минус x куб қысқарып кетеді. А мына жерде x-ті жазбай қойдым, иә. Сонымен не қалады бізде? X азайтылған 4x қалады. 8 қосылған 4x қалады. Мына жерде мынаған таңбаға қарамаймыз. Біз 4x-тің алдындағы таңбаға қараймыз. Ал енді бізде жазуға болады былай түрде 4x қосылған 8 деп. Коэффициент бізде соңында жазылады, иә. Енді осының бізде тапсырмасы бар. Тура осы ықшамдалған түрді пайдаланып, бізге орнына қою керек екен. Қазір тапсырманы берілген жазайын. X-тің мәні 1-ге тең дейді, және мына берілген өрнектің дейді, мәні 12-ге тең болатын көрсетіледі. Егер де X-тің мәні 1-ге тең болған кезде дейді. Так, бізде өрнек 4x қосылған 8, 4x қосылған 8 шықты. Бұл бізде 12-ге тең дейді. Енді осы жердегі X-тің мәні 1 болған кезде дейді. Яғни 4-ті көбейтемін 1-ге, қосамын 8-ге тең болады 12. Ары қарай енді 4-ті 1-ге көбейтсем, бәрібір 4 шығады, қосылған 8 тең болады 12. Енді 8-ге 4-ті қоссақ, енді 12 екендігі түсінікті, 12 тең 12. Бізде дәлелденіп тұр ма? Дәлелдедік болатынын көрсеттік. Жақсы, бұнымен бізде 3-ші тапсырма бітті. Так, жақсы, бізге екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы. Тізбектелген сан дегенде бізде 1, 2, 3, 4, 5 деп кетеді. Яғни келесіге плюс 1 қосады. Мына келесіне плюс 1 қосады, иә. Бұл келесі санға плюс 1 санды қосады, бұл келесі санға плюс 1 қосады. Яғни мысалға біз яғни ең бірінші тұрғанда жай ғана x деп аламыз. Екіншісіне плюс 1-ді қостық, яғни мынаған 1-ді қостық, x қосылған 1 болады. Үшінші сан бізде x қосылған 2 болады. Келесі сан x қосылған 3, одан кейін x қосылған 4 деген сандар болып кете береді, иә. Арғы екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы дейді. Квадраттардың айырмасы деп мынаны алып алайық. X квадрат азайтылған x қосылған 1-дің квадраты. Айырмасымен келесі тізбектелген сан мынау бізде, иә. Сандардың квадраттарының айырмасы дейді. Тағы да x қосылған 2 квадрат азайтылған x қосылған 3 квадрат. Айырмаларының қосындысы, мыналардың, мына екеуінің қосындысы нешеге тең дейді? 34-ке тең дейді. Егер квадраттардың айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз дейді. Енді біз осыны ықшамдау керекпіз. Қалай ықшамдаймыз? Енді біз ашайық. X квадрат азайтылған. Енді мынау қалай ашылушы еді? Бізде формуланы білеміз.
а қосылған б шашқан сыртында квадрат тең болады а квадрат минус 2 еселенген аб қосылған б квадрат. Бұл жерде бізде x квадрат азайтылған 2x азайтылған 1 болады. Неге бізде азайтылған бұл мына жерде плюс болады. Ренжімеңдер балалар, айып етпеңіздер. Неге бізде минус болады? Себебі бізде жақшаның алдында минус болып тұр, сондықтан жақшаның ішіндегі сандарды керісінше санға ауыстырады. Енді мынаны да ашып жіберейік, бұл өзі қалпы қалады. Яғни x квадрат қосылған 4x қосылған 4 ретінде қалады. Ары қарай келесі мына мына өрнекті ашып алайық. О да бізде жақшаның ішіндегі сандар керісінше ауысады. Минус x квадрат минус 6x минус 9 тең болады 34. Ал енді қысқаратындар бар ма бізде? Иә, x квадрат пен минус x квадрат бізде қысқарып кетеді. Одан кейін бізде тағы да x квадрат пен минус x квадрат қысқарып кетеді. Енді бізде не қалды? X барлардың астын сызып қояйын. Минус 2x плюс 4x минус 6x. Так, минус 2x қосылған 4x бізде 2x шығады. 2x-тан азайтамын 6x-ті. Жерде бізде минус, е? Не қалды? Сонымен бізде минус 2x қосылған 4x бізде минус 2x қалады. Минус 2x азайтылған 6x бізде минус 8x қалады. Минус 8x. Ары қарай келесі коэффициенттердің астын ерек сызықпен сызып қояйын. Ой балалар, мына жерде минус 2-ге қосамын 4-ті плюс 2 болады. Плюс 2-ден азайтамын 6-ны бізде жай гене 4 болады. 4x. Ары қарай келесі коэффициент бізде минус 1 және минус 9 болады екен. Ендеше бізде неше болады? Так. Мына жерде бізде тағы бір коэффициент қалып барады, плюс 4 деген. Минус 1-ге қосамын 4-ті 3, 3-тен азайтамын 9-ды, минус 6 алады, тең болады 34. Енді шығарамын, минус 4x-тің өзін қалдырамын, минус 6-ны оң жаққа шығарамын, қосу болады, 34 қосылған 6, минус 4x тең болады, 40, x тең болады, 40-ты бөлемін минус 4-ге минус 10 шығады. Енді бізге мына сандарды неше деген сандар екенін тауып керек. Біз x-тің мәні минус 10 екендігін таптық, бірінші санды таптық, x1 біз. Енді x2 бізде нешеге тең? Ол бізде x қосылған 1 дейді. X қосылған 1 болса, онда x бізде нешеге тең? Минус 10-ға тең, минус 10-ға қосамын 1-ді. Тең болады минус 9 болады. X үшінші мүшеміз бізде x қосылған 2, x қосылған 2 тең болады, минус 10 қосылған 2 тең болады, минус 8 болады. X-тің төртінші мүшеміз бізде x қосылған 4-ші мүшеміз 3, қосылған 3 тең болады, минус 10 қосылған 3 тең болады, минус 7 болады. Мінекей, осымен тапсырмамыз аяқталды. Мына жерге өздеріңіз жауабын жазуды ұмытпаңыздар. Егер де қателіктер болса, немесе түсінбеген болсаңыздар, астына комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де жүрек басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Екінші нұсқасын талдаймыз.